Қалайсыңдар достар? Бүгінгі видеоны пікірге жауап айдар деп атаймын. Сіздердің жазған пікірлеріңізге арнап видео шығарып отырамын және мынандай тізім дайындадым. Осы тізімге іліну үшін пікір жазамыз. Қайсы пікір көп жазылса, соны тізімге енгіземін. Сонымен екі формат KZ атты бауырымыз "Салам бро, қалай видео монтаждап превью жасайды, соны көрсетші, өтініш" деп бірнеше рет жазыпты. Сондықтан бүгінгі тақырып қалай видео жасайды, даусымызды видеоға қалай енгіземіз, монтаж қалай жасалады, соны көрсететін боламын. Достар, монтажды толықтай көрсете алмаймын, оған бірнеше видео жасау керек. Арна компьютер, ойындар жайлы болғандықтан тақырыптан ұзап кете алмаймын. Монтажды ең алдымен компьютерде жасайсыз ба, әлде телефонда ма? Соны таңдаймыз. Компьютермен жасасаңыз Movavi Editor немесе Adobe Premiere бағдарламаларын қолдансаңыз болады. Енді бастап жатсаңыз Movavi Editor бағдарламасын қолданыңыз. Ол жұмысқа жеңіл әрі түсініктірек болады. Ал Adobe Premiereге монтаждың қыр-сырын үйренген соң өтесіз. Егер монтажды телефонмен жасасаңыз, онда VN, CapCut немесе InShot бағдарламаларын қолданыңыз. Сонымен монтаж жасайтын бағдарламаны таңдадық. Ендігі кезек видеоңыздың тақырыбын табыңыз. Ары қарай видеоңыздың сценарийін жазыңыз. Бұл өте маңызды, себебі сценарий жазу барысында ойыңыз жинақы болады және қайталап оқып кем-кетігін түзеп отырасыз. Сценарийсіз бірден видео түсірсеңіз 1040 рет, жоқ 1045 рет шатасып, уақыттан босқа ұтыласыз. Сценарий жазып болған соң қайталап оқып, мына сөзді айтқанда осындай видео қоямын, осындай сурет шығады, не болмаса текст шығады деп, былайша айтқанда қиялыңызбен космосқа барып қайтасыз ғой. Әрине, әркімнің фантазиясы әр ғаламшарда. Сосын сценарийіңізді диктофонға басып шығыңыз, видео редактордың өзіне жазсаңыз да болады. Мүмкіндік болса микрофон пайдаланыңыз, болмаса телефонға жазыңыз. Бірінші реттен әдемі етіп оқи алмасаңыз ештеңе етпейді және мінсіз шығаруға тырыспаңыздар. Қалай бар, солай сөйлеңіздер. Біз оратор емеспіз, ең бастысы ойыңызды дұрыс жеткізіңіз. Әрмен қарай видео редактор бағдарламасын ашамыз. Телефонда болсын, компьютерде болсын, барлығының қызметі бір-біріне ұқсас. Алғашқыда қай бағдарламаны қолданғаныңыз маңызды емес, ең бастысы үйрену. Мысалы, сіз Toyota көлігін айдап үйренсеңіз, онда Mercedes көлігінде оңай айдап кетесіз. Немесе бір қызбен жүрсеңіз, екінші қызбен де, не айтып кеттім мен, Құдай сақтасын. Общем, түсіндіңіздер деп ойлаймын. Сонымен басылған даусымызды редактордың арнайы аудио жолағына салып, артық дұрыс емес айтылған жерлерін кесіп алып тастаймыз. Ол үшін аудио жазбаның үстіне басып, мына қайшымен кесесіз. Керек емес бөлігін белгілеп, өшіріп тастаймыз. Ендігі кезек материалдар. Жаңа алдында космостан алып келген материалдарымызды интернеттен іздейміз. YouTube-қа салатын болсаңыз, біреудің авторлық еңбегіне тиіспеңіз. Рұқсат етілген материалдар мен әуендерді ғана қолданыңыз. Ол үшін Google-ға Stockway видео деп жазып, Pixel сайтына кіріп, рұқсат етілген миллиондаған тегін видеолар мен суреттерді қорықпай жүктеп, қалағаныңызша қолдана беріңіз. Ал әуенге Қайрат Нұртас пен Ерке Есмаханның өлеңдерін қолдансаңыз болады. Тоқта, ойнап айтам, болмайды, шынымен қойып жүрмеңіздер. Тегін әуендерді YouTube-тың фонотека бөлімінен жүктеп алыңыздар. Сонымен жүктеп алған материалдарымызды мына видео қоятын жолаққа енгіземіз. Бұны да қайшымен керек емес жерін кесіп тастаймыз және де алдынан артынан тартып, қысқартып созуға да болады. Бір суретті қойып, оған 10 минут сөйлеп тұрмаңыз, ол адамды жалықтырып жібереді. Әр кадр 5-6 секундтан аспағаны дұрыс. Және сурет қойсаңыз, суретіңіз кішкене қимылдап тұрғаны жақсы, мысалы үлкейіп немесе кішірейіп деген сияқты. Ол үшін масштаб деген жерден өзіңізге ұнаған эффектін алып, суреттің не видеоның үстіне қоясыз. Осында екі точка пайда болады. Бұл точкалар эффектінің ұзақтығы және қай жерден бастап үлкейтіп кішірейтесіз, соны баптайсыз. Осылай айтылған жазбаңыздың соңына дейін керек материалдарды қойып шығыңыз. Келесі кезек текст жазу. Ол үшін мына текст бөліміне өтіп, өзіңізге ұнаған шаблонды таңдап, мына арнайы текст жолағына орнатасыз. Екі жағынан текстің ұзақтығын көрсетесіз. Егер текстіңіз осылай шыққанын қаласаңыз, фон деген бөлімге өтіп, осындай ақ фон немесе интернеттен ұнаған фонды жүктеп алып, үстінен текст жаза беріңіз. Жазуыңды жаздым ба, аппақ фондарға, текстіңді бояп алғым қараға. Сонда бәрі көрінеді, мәтініңді төсінеді, кәрі кемпір салмен жас балада. Жазуыңды жаздым ба, аппақ фондарға, текстіңді бояп алғым қараға. Сонда бәрі көрінеді, мәтініңді төсінеді, кәрі кемпір салмен жас балада.
Ары қарай переход жасауды үйренеміз. Ол үшін переходы бөліміне өтіп, бір шаблонды таңдап алып, екі қосылған видео немесе суреттің арасына қоясыз. Переходтың ұзақтығын бір жанынан тартып реттейсіз. Келесі бізде анимация, мысалы бір таңба немесе жазулар бір жақтан ұшып келеді. Ол үшін анимация бөлімінен біреуін таңдап, ұшып келетін немесе ұшып кететін жазудың үстіне қоя саламыз. Содан кейін видеоны жылдам немесе жай қозғалту. Ол үшін видеоның үстіне екі рет басып, скорость деген жерден өзгертеміз. Ал видеоның дауысын громкость деген жерден реттейміз. Дәл солай аудио жазбаның да дауысын жай немесе қатты шығаруға болады. Ең соңғы нәрсе бұл фоновый әуен қою. Оны мына әуен жолағына қойып, дауысын бәсеңдетеміз. Осымен сіздің видеоңыз бітті, қиын ештеңесі жоқ, тек талпыныс пен практика болса жеткілікті. Достым, видеоны соңына дейін көрсең красавчиксің, ал қыз болсаң красавицасың. В общем, обнял, поднял, бәрі жақсы. Рахмет от души, сау бол, гандбол, баскетбол, шахмат. Чөт ұқсаспай қалды, я? Не болса да жақсы көрем ғой сендер.